жөнім Нұрпейісова Даяна Эдуардқызы. Мен Заречный орта мектебінің 7 А сынып оқушысымын. Мен қолтаңбалы шығармашылық номинациясында бойынша қатысушысымын. Бүгін менің өз қолымен тігілген ойыншықтарым. Бұны мен өзім тіктім. Бұл ойыншықтар безендіру үшін. Неке осындай да бар, осындай смайлик та бар. Осындайды. Бұл менің бірінші тіккен ойыншығым. Бізге тігу үшін бізге фетр керек, қажетті, қайшы, жіп, ине и қағаздан кесілген трафарет. Бұны мен мысық істегім келді. Біз әртүрлі мысық істей аламыз. Әр түсті қандай фетр алғымыз келеді, соны аламыз. Мысалы, мен өзіме розовый фетр таңдадым. Сол розовый фетрмен мен өзімнемді мысығымды тігемін. Оны бірінші біз трафаретін істейміз ақ қағаздан. Сосын оны фетрға алып нетеміз, сурет саламыз. Қарандашпен, Қарандашпен сурет саламыз. Қарандашпен сурет салып болғаннан кейін кесеміз, оны кесеміз, екі жақтан кесеміз. Мінекей мысалы қараңыздар. Мынандай қылдырып кесеміз екі жақтан. Сосын біз оған ішіне мақта саламыз. Синтефон деген мақта. Оны саламыз. Оны болады безендіруге болады әрине. Қалай мысалы өзіңізге қалай көңілі болады? Ұнайтындай безендіруге болады. Мысалы мен мұнда пайеткалар неттім. Өзім бойынша әртүрлі істеуге болады. Бусинкаларда неше түрлі клеймен жабыстырып істеуге болады. Енді біз мен тігуді өте ұнатамын. Бұның еш қиыны жоқ. Үйреніп алсаңыз, бұл өте оңай.